Кітап оқу кезінде қандай көңілде, сезімде болдыңыз? Кітап жалпы кейбір кезде күлдіреді, кейбір кезде қуантады, кейбір кезде жылатады. Түрлі былайша айтқан кезде сезімдер болды. Және сол сезімдер арқылы мен Қаныш Сәтпаевтың, тек қана Қаныш Сәтпаев емес, қазақ зиялыларының қандай өмір сүргенін, қандай оларға өмір сүрудің ауыр болғанын көзіме елестете отырып, біздің қазіргі өмір сүріп жүргеніміз, жер басып жүргеніміз сол адамдардың арқасы деп айтсам қате айтпаймын, өте дөп айтқан боламын. Себебі сол кісілердің арқасында қазіргі бейбітшілік заманда біз өмір сүріп отырмыз. Және бұл кітапты достарыңыз бен жақындарыңызға не үшін ұсынар едіңіз? Әрбір адам өзінің еліне Қаныш Сәтпаев секілді қызмет ететін болса, жалпы Қазақстанды жоғары сатыларға, жоғары мықты мемлекеттердің қатарына, тіпті мықты мемлекеттерден де мықты қылуға әр адамның үлесі болса, әр адам солай жұмыс жасаса, бұл мүмкін деп ойлаймын. Біз сонымен достарым мен жақындарыма осы туралы айтар едім. Оларға былайша айтқан кезде мотивация беріп, оларға еңбек етуге шақырар едім. Және барлығын қанша сені сыртқа тепсе де, сенің туған жерің, мүмкін туған елің қанша сені сыртқа тепсе де, ешқашан берілмеуді, қол қусырып отырмауды және алдыға қарай ұмтыла беруді мен достарым мен жақындарыма ұсынар едім. Шығарма авторы туралы не білесің? Шығарма авторы ол Қазақстанның халық жазушысы, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының иегері Қабдеш Жұмаділов. Ол былайша айтқан кезде қара сөздің қарагері, жазушы, Қытайдан Қазақстанға өткен алғашқы ұлы көштің дарабозы Қабдеш Жұмаділов 1936 жылы 24 сәуірде Шыңжаң өлкесінің Тарбағатай аймағында Малдой ауылында дүниеге келеді. Өз әкесі Сібітіде салдырған бастауыш мектептен білім алып, кейін 7 жылдық Шәуешек қазақ гимназиясын бітіреді. 1954 жылы Қабдеш Жұмаділовтің үрімшіде шығатын Шыңжаң газетінде алғашқы өлеңі жарық көреді. 1956 жылы Қытай үкіметінің жолдамасымен Алматыға келіп, Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түседі. Алайда университеттің екінші курсынан кейін екі ел арасындағы саяси жағдайға байланысты кері шақырылып, 1958-1962 жылдар аралығында Қытайда қуғын-сүргінге ұшырайды. Осы студент шағында Шұғыла журналының бірінші нөмірінде Жамал атты тұңғыш әңгімесі басылып шыққан болатын. Осы кезеңде Қабдеш Жұмаділов 1962 жылы империя шекарасын бұзып, өткен қазақ көшімен бірге атамекенге қайта оралып, өзінің оқуын, аяқталмай қалған оқуын әрі қарай жалғастырады. 1965 жылы бітіріп шығады. Оқуды тәмамдаған жылы Жұмаділов өзімен тағдырлас Самал Әукен қызына үйленген болатын. Ал қазір бізге сол Қабдеш Жұмаділовтің баласы Арман Жұмаділовтің сабақ беруі біз үшін үлкен мәртебе деп те айтсақ болады. Өйткені сондай бір ұлы тұлғаның баласы ұлыдан ұлы туады. Сол ұлы тұлғаның баласы да бізге сабақ береді. Мен онымен өзімнің жақындарыма, өзімнің әпкелеріме, өзімнің ата-әжелеріме мақтанып, ата-анама мақтанып айтып, уже көп рет айтып тастадым. Менің ұстазым тарихтан беретін Қабдеш Жұмаділовтің баласы. Олар оны естіген кезде бір қуаныш сезімі, оларды таңғалған сезімдерін жасыра алмай маған айтатын еді олар. Ал 1920-1960 жылдардағы қазақ әдебиеті, социалистік реализм, жалпы
сипаттамасына келетін болсақ, 1920-60 жылдар аралығында қазақ әдебиеті кеңестік идеологияның ықпалында дамыды. Әдебиеттің негізгі бағыты ол социалистік реализмге бағытталған болатын. Ол социалистік реализмнің ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, өмірді революциялық даму тұрғысынан көрсету, кеңес өкіметін, партияны мадақтау, жаңа адам бейнесін жасау, еңбек адамы, колхозшы, жұмысшы, коммунист және жеке трагедия емес, қоғамдық мақсат бірінші орынға шығуы. Бұл кезеңдегі негізгі тақырыптар ұжымдастыру, индустрияландыру, азамат соғысы, ұлы отан соғысы, ашаршылық, еңбек пен ерлік деген секілді жаңа қоғам құру. Ал сол кезеңдегі белгілі қаламгерлер Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Ілияс Жансүгіров, Мұхтар Әуезов, Ғабит Мүсірепов секілді жазушыларымыз. Және 1960-1990 жылдардағы қазақ жазушылар мен ақындардың шығармашылығы бұл кезеңде қазақ әдебиетінің жаңа серпіліс кезеңі, кеңес цензурасы сақталғанымен шығармаларда адам жаны, психология, ұлттық рух, тарихи шындық көбірек айтылады. Негізгі бағыттарына тоқталатын болсақ, лирикалық психологиялық проза, тарихи романдардың күшеюі, ұлттық құндылықтарды жаңаша түсіну, соғыс тақырыбын қозғау секілді осы кездегі жанрлар осы болған. Ал белгілі ақын жазушылар болса, проза жағын айтатын болсақ, Әбіш Кекілбаев және қазіргі осы мен оқыған кітаптың авторы Қабдеш Жұмаділов, Әкім Тарази, Дулат Исабеков деген секілді. Ал поэзия жағына келетін болсақ, ең бірінші ол поэзияның ең бір патологы деп айтады ғой қазіргі кезеңде, ол Мұқағали Мақатаев, Төлеген Айбергенов, Фариза Оңғарсынова секілді жазушыларымыз. Бұл кезеңде әдебиет адамның ішкі әлемін еркіндікке ұмтылысын бейнелеуге жақындай түскен болатын. Және тарихи сананы қалыптастыруда тарихи тақырыптарды көркем шығарманың рөлі маңызды. Тарихи көркем шығарма өткен дәуірді тек дерек ретінде емес, адам тағдырымен бірге ұлттық рух арқылы жеткізеді. Бұл тарихи сананы оятудың ең әсерлі құралы, былайша айтқан кезде. Оның маңызы нелер? Ұлттық болмыспен тамырды тануға көмектеседі. Қарапайым адамның тарихи оқиғалардың орнын ашады. Бірлік, ерлік, елдік рух сияқты құндылықтарды түсіндіреді. Және осы Қазақстанның осы кезде халық жазушылары және халық жазушысы атағы қазақ әдебиетінің ең жоғарғы мемлекеттік құрметтерінің бірі. Бұл атақты елдің рухани өміріне айрықша үлес қосқан қаламгерлер ғана алады. Және белгілі қазақ жазушыларының ішінде, соның ішінде Мұхтар Әуезов, Ғабит Мүсірепов, Ғабиден Мұстафин, Сәбит Мұқанов, Әбділда Тәжібаев, Бердібек Соқпақбаев, Олжас Сүлейменов, Фариза Оңғарсынова секілді адамдар, жазушылар алған болатын. Және оның ішінде осы Қабдеш Жұмаділов те бар, оны ешқашан ұмытпаймыз. Қазақ әдебиетін дамытуға, осы маңыздары қазақ әдебиетін дамытуға қосқан үлестерін мойындауымыз керек. Ұлттық руханиятқа қызмет еткен тұлғаларды біз бағалауымыз керек және келесі буынға өнеге ретінде оны ары қарай жалғастыруымыз керек. Назарларыңызға рахмет.